Мысалға, сіз бір жұмысқа егісі ектіңіз. Егісіңіз биыл еккен егісіңіз 2 есе болды. Бір шелектің орнына сіз 3 шелек алдыңыз. Бұның егісінің өзінде, мысалы, жас шелек аласыз. Оның өзі дәмсіз бір есебі сіңізге жаңағы қатты тиеді. Ал мынау пайдасы сол. Бір шелегі 3 шелек аласыз. Бұл пайдасы сол. Ағалар өздері ойларын білдіріп отырып, бұл жерде бұл екі ағамыздың да айтып отырғаны, яғни адам бірінші өздеріне кәсіп ретінде жасап, сол кәсіп есебінен өзінің бірінші табысын арттырады, одан соң тиісінше табысы артқан адам үшін қымбатшылық деген мәселе болмай қалады. Дұрыс қой, келісесіздер ғой барлығыңыз. Өйткені ақшасы бар адамға ол азық-түліктің бағасы қалай көтерілсе де ол әсер етпейді. Бұл енді бір фактор. Енді мен ары қарай осыған байланысты өзімнің біліміммен бөлісейін сіздермен. Жалпы негізі қымбатшылық деген қайықтар пайда болады. Бірінші осы мәселенің тамырына кішкене ой жүгіртетін болсақ, бұл негізінен жаңа айтып отырмын ғой, экономика деген мен күрделі деп санағам, бірақ ол өте оңай екен. Яғни бір сөзбен айтқанда экономика деген бұл сауда. Яғни негізінен бізде бәріміз мұсылманбыз, Алла Тағала Құранда сауданы адал қылдым, өсімді арам қылдым дейді. Яғни бұл жерде сауданы жасау деген нәрсе бұл сіз біреуге өзіңіздің затыңызды сатасыз, ал бір адам сізден алады. Дұрыс қой. Немесе ол сізге сатады, сіз аласыз. Яғни екі адамның арасындағы келісім шарт, сауда бұл дәл осы экономика. Енді осы жерден шығатын келесі мәселе, енді біз жалпы барлығымыз осы жерде қазір Алла разы болсын барлықтарыңызға үлкен халық болып отырмыз, мәселен. Біз жалпы халыққа қарайтын болсақ, мәселен, біз мемлекетте жалпы ішкі өнім деген болады. Жалпы ішкі өнім дегенді бұл экономикалық тілмен айтқанда бұл өте қиын сияқты түсінеді. Бірақ мен өзіммен қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, жалпы ішкі өнім деген мәселен осы жерде отырған адамдардың барлығының өздерінің қолдарындағы, мәселен осы биогумс алатын болсақ, өндіріп жатқан өнімі, яғни өндіріп жатқан өнімін алатын болсақ, жалпы осы мәдениет үйінің ішкі өнімі болады. Дәл сол сияқты Қазақстанның жалпы ішкі өнімі Қазақстанның аумағында өндірілетін. Ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімі болады. Енді осы өнімді біз бір ғана өнім ретінде қарастырайық, яғни бүкіл мемлекеттің өнімі бір ғана өнім. Сондай өнімдерді біз сыртқа қаншауын сатып жатырмыз. Яғни өзіміз тұтынатынымыз бар, өзіміз тұтынатынымыздан бөлек қаншауын сатып жатырмыз. Міне осы мәселені біз ойланатын болсақ, осы жерде проблеманың шешімі пайда бола бастайды. Яғни мәселен теңге құнсызданады. Неге теңге құнсызданады? Өйткені бізде өндіріс